таңдаймыз. Практикалық жұмыстың тақырыбы географиялық ақпаратты бағдарламаларда ақпаратты іздеу. Яғни бүгінгі жұмыс үшін сіздерге ғаламтор қажет болады. Алдарыңызда сіздерде ноутбук бар, компьютер немесе смартфондарыңызды қолдануға болады. Және жауаптар бланкісі. Алдарыңыздағы парақтарда қажетті құрал-жабдықтар, жұмыстың мақсаты барлығы көрсетілген. Сол ноутбукпен тапқан ақпараттарыңызды ғаламтордан сіздер осы жауап парақтарына толтырасыздар. Бүгінгі сабақта біз сіздермен гаш технологияларын қолдану арқылы әртүрлі іздеу үшін әртүрлі ақпараттарды іздеуді үйренетін боламыз. Яғни ол үшін сіздерге әртүрлі онлайн карталар, Яндекс карта, Google карталарды пайдаланатын боласыздар. Кез келген онлайн картаға кіреміз. Енді осы онлайн картаның шартты белгілерімен танысайық. Смартфондарыңызда немесе ноутбукта пайдаланасыздар GIS бағдарламаларды. Және осы сұрақтарға жауап береміз. Осы нысанға ең жақын автобус аялдамасы, ең жақын қонақүй және оларды координаталар қалай? Сіздер осы нысанды табасыздар. Оған басқан кезде сіздерде координаталар шығады. Осы мәліметтердің барлығын сіздер осында толтырасыздар. Ең жақын қонақүй мекен-жайы оның, және Абай 83 мекен-жайында қандай нысан орналасқан? Осы сұрақтарға барлықтарына жауап береміз. Географиялық ақпараттық бағдарламаларда ақпаратты іздеу не үшін керек? Географиялық ақпараттық бағдарламалар біздің өмірімізді жеңілдетеді және де көптеген туристерге карталар мен арнайы бағдарламалар арқасында қаланың жалпы ғимараттарын, ескерткіштерін ақпарат ретінде алады. Географиялық ақпараттарды іздеуде осындай GIS бағдарламаларды қаншалықты пайдаланасың? Басқа қалаға барғанда навигатор немесе GIS программаларын қолданамын. Осындай бағдарламаларды қолдану сізге не береді? Мен автобуста қарай аламын, және де мен күнделікті өмірде қалаған жерімді осы карталардан қарап біліп жүре бере аламын. Жақсы.